Дала кент. Кейінгі жұпынығында тіпті ішінара жадағай көпшілік әдебиетте Алтын Орда көшпенді далалық жұрт мемлекеті дейтін түсінік қалыптасқан. Шын мәнісінде жошы ұлысында алғашқы 10 жылдықтан соң далалық салт тіршілікпен қатар қалалық өркениет тепе-тең дерлік жағдайда берік орныққан еді. Артықшылықта кемшілікте емес, өзіндік ерекшелік. Далалық тұрмыс туралы танымның бір себебі батыс дәшті қыпшақ шегінде әуел баста бұрнағы қазардан басқа да үлкенді кішілі тайпалардан қалған Еділ, Сақсын сияқты бірлі жарым кент және шағын қысқы тұрақ есепті мекендер болды. Оның өзі тым шәнжау еді және кейінгі заманға жетпеген. Тұтастай алғанда Еділден тартып Дунайдың Атырауына дейінгі байтақ өлке шынымен ақ далалық тіршілік кебін ұстанған. Таңғаларлық жағдаят, Батухан бірден ақ қарауындағы жұрттың бір парасы қала салып, отырақтануына айрықша мән береді. Сахараны берік қамтитын әкімшілік ұйытқысы, сонымен қатар керуен жолдарының түйінді тұстарын ұстап тұратын қатынас бекеті және ірі сауда орталығы ретінде. Сөйтіп, айналасы 10 шақты жыл орайында жаңадан қаншама қаланың іргесі бекіп, оның біразы орнығып, әуелде шағын кент, уақыт оза келе әйдік шаһар құласады. Батухан орталық Еуропа жорығынан оралған бетінде Еділдің етегін аялдамай, бірден-ақ астана ретінде Бұлғар қаласын таңдағаны белгілі. Шын мәнісінде дербес тәуелсіз хан дәрежесінде үкім құрған құзырлы тұлғаның жарлық үкімдері таралатын ұйытқы, түпкі жұрттағы қаған атынан жаңа ұлысқа қажетті ақша шығаратын әуелгі бір манат орталығы. Алайда ұлыс егесі бардық жағдайды Еділ дарияның бір пұшпағынан бақылап отырумен ғана шектелмеген. Етектен Қазар теңізінің Атырауына жақын бір тұстан ұлы ұлыстың жаңа астанасына орын таңдап, қарқынды құрылыс жұмыстарынан бастап кірісуге пәрмен қылады. Болашақ сарай Бату қаласы, кейінгі атауы Ескі сарай. Бұл әуелгі астананың орныққан жері туралы әрқилы болжам бар. Ең соңғы дәйекті пікір Еділдің сол жағалығы Бозан тармағының Ақтубаға құйғанына тақау тұстағы Қызылжар. Қазақтың бізге жеткен ескілікті тарихи әңгімелерінде әйгілі батырлар туып өскен, бетегейі биік, дөңі зор деп сипатталатын сол қабақтағы бүгіндегі қазақ пен орыс аралас өзгеше қоныс. Орыс басқыншылығы заманында үстіне Красный Яр аталатын шағын кент орнаған. Қазір шеткерде ғана топырақ басқан үйінді төбешіктері қалыпты. Сарай Бату, тұйық, қағажу болмаса да қиыс, аз-мұз шалғай түс екен. Батудан соңғы Берке хан ендігі Астана байтақты осыдан әжептәуір жоғары, бұл да Ақтубаның сол жағалауындағы керуен жолдарына қолайлы, төңірегі ашық, кеңіс жерге көшіреді. Алғашқы тасынан бастап жаңадан салынған әйгілі сарай Берке, немесе жаңа сарай осы. Бүгінде Россияның облыс орталығы Астрахан қаласынан 120 шақырымдай жоғары Қарабала ауданы Сейлтроной аталатын орысы мен қазағы тепе-теңдей шағын селеннің іргесінде. Айта кетерлік бір жағдай, осы арадағы бүгіндегі ескілікті құрылыстардың іргесі ғана аңдалатын байтақ жұрт баяғы Ескі сарай деп танылды да, кейінгі Астана жаңа сарай Волгоград қаласына тақау маң. Ол да дарияның сол қабағындағы Царев Городище деп есептелді. Соңғы зерттеулер нәтижесінде бұл байтақ шаһар күні бүгінге дейін орны табылмаған, аты барда заты жоқ әйгілі Гүлстан болып шықты. Әуелгі Астана сарай Бату тым үлкен қала болып іргеленбеген, тиімді уақыты тапшылық жасапты. Әл-Омари аралық дипломаттардан естіген мағлұматы бойынша бұл сарайды
өзен мен құм аралығында тұрған шағын кент деп сипаттайды. Әлбетте, жаңа сарай салынбаған өтпелі кезең. Ал ендігі Астана бірден ақ құлашын кеңге жайып, көп ұзамай-ақ мән маңызы ғана емес, аумақ құрамы жағынан алғанда да ол заманда орыс түгілі Еуропада теңдесі жоқ алып әрі сәулетті шаһарға айналады. Табиғи жағдай. Алтын Орда жер көлемі ғана емес, қуат күші, мәдениеті мен әскери әлеуеті де айрықша алып мемлекет болса, оның орталық қаласы да өз заманның алдыңғы қатарынан көрінуге тиіс еді. Сарай. Ақыры Сарай қаласына келдік деп жазады Ибн Баттута. Бұл Өзбек сұлтанның астанасы. Осыған дейін әлемнің талай әйдікте әсем шаһарын көрген Ибн Баттута өзі нақтылап айтқандай Сарай Берке аталатын орталық қала туралы біршама мағлұмат қалдырған. Мейлінше көркем әрі аумағы ұлан байтақ шаһар жазан жерге орнапты. Халқы лықа, көшелері кең, базарлары дулы, думанды. Бірде, дейді Ибн Баттута, шаһардың көлемін анықтау үшін айнала аттандым. Біз бір шетінде тұратын едік. Ертемен шығып, келесі шетіне түс ауа жетіп, тиесілі намазымызды оқып, ас ішіп, содан соң өз тұрғымызға күн батарда ғана жеттік. Тағы бірде қаланың ені қаншалық екенін білмек болдым. Бау-бақша, басқадай бос жері жоқ, жыпырлаған қатар-қатар үй-жай. Содан жарым күнде әрең оралып едік. Осы орайда жаңа сарай, яғни Сарай Берке туралы Әл-Омаридың лепесі сақталған. Маған Бекзат Тілмәш Шужа әд-Дин Әл-Харазми айтып еді, дейді. Сарай қаласын Берке хан Туран өзенінің жағасына сортаң жерге салыпты. Ханның мұндағы үлкен ордасының төбесінде екі қантыр, шамамен 89 килограмм, сом алтыннан құйылған жаңа ай бейнесі тұр. Төңірегі дуалмен қоршалған. Мұнда алпауыт әмірлердің қысқы тұрақ есепті мұнаралы ғимараттарды орналасқан. Ал дарияның арнасы Ніл өзенінен 3 есе, бәлкім одан да жайпақ. Сарай ғибадатты, құрылыстары көп, базарлары бай, әрі арзан ұлы шаһар депті. Алтын Орданың Астана байтағы Еділ дариясының қатарласа ағатын үлкен бір тарамы Ақтуба өзенінің сол жағалығында арнамен қатарласа ұзағынан созылып жатыр. 1922 жылы жайлап жатқан шаһар орнында арнайы қазба жұмыстарын жүргізіп, нақты өлшемдер жасаған профессор В. Балкоттың есебінше ұзыны 13 километрге тақау, көлдөлеңі 3 километрден астам, жалпы аумағы 41 шаршы шақырым деген. Ал 20 ғасырдан қалған дерек бойынша қаланың ені 5,5 шақырымға тақау. Бұл арада ешқандай қайшылық жоқ. Жыл сайынғы көктемгі тасқын ежелгі шаһар орнын бір бүйірден тынымсыз жеміріп жатыр. Мен 1997 жылы ата-баба жұртына арнайы барғанда өз көзіммен көрдім. Дәл жағадағы әлдебір ескі құрылыстың ендігі жарым-жартылай бөлігі қабақта тұр екен. Соңғы 100, 200, бәлкім 500 жыл бойы қаншасы жардан құлап, жоққа айналғанын ойша шамалауға болады. Ибн Баттута Сарай шаһарының ені ұзындығының жарымындай деп еді, яғни 6-7 километр. Қазірде Еділ дариясының негізгі арнасы қала шегінен 8 шақырымдай жерде. Есебі соның кемі 3 шақырымы ескі шаһар есебінен. Сонда Сарай Беркенің жалпы аумағы В. Баллут айтқан 41 шақырым километрден 2 есе 50 емес 80 шаршы шақырымға кетіп қалуға тиіс. Тіпті В. Баллуттан өтіп, бүгінгі күнге жеткен бөлігінің өзіне қарағанда Алтын Орда астанасы орта ғасырлар межесінде әлемдегі
ең үлкен қалалардың бірі болды деген сөз. Мұсылман әлемі Орта Азия, Иран мен Мысыр тұрғысынан алғанда, соның өзінде батысты ғана емес, шығысты да таныған орта ғасырлық француз Филипп де Мезире сарай Мысырдағы Қайыр қаласынан 4 есе ауқымды деген. Ал Еуропаға келсек, онымен салыстырғанда аумағы әлдеқайда кеміс, Лондон мен Париж шағын ғана қалашық болып көрінер еді. Ибн Арабшах дәштінің астанасы, сарай игілік пен ізгілік мекені, тұрғылықты жұрты мұсылман. Барлық сыр-сипаты халқының көптік жағынан алғанда әлемдегі ең ұлы шаһардың бірі. Берке хан ғылым мен ғұламаларға қамқор болды. Алланың ақ жолын ұстанды. Нәтижесінде аз ғана уақытта сарай барақатты, ырыс қайнарына айналды. Мұншама атақты оқымысты, ділмәр мен өнерпаз және басқа да әйгілі тұлғалар Мысырдың халық жиын жерлерінің өзінде ұшырамас еді, депті. Ибн Баттутаның айтуынша байтақ шаһарда әрқилы халық қоныстанған. Елдің шын иесі моғолдар, яғни шығыс түріктері деп атап көрсетеді. Бұлардың біразы мұсылман және қыпшақтар, ас жұрты мен шеркештер тұрады. Одан соң орыстар мен византиялықтар, христиан жұрты дейді. Әр халық тиесілі жер бөлігінде отыр. Базары да өзінде. Сондай-ақ екі Ғирақтан, Мысырдан, Сирия және басқа да жат жұрттардан келген көпестер мен шетелдік кісілерде арнап бөлінген қоршамалы телімде орналасқан дейді. Сарай ел астанасы, әкімшілік орталығы және экономикалық ұйытқы ғана емес, рухани және мәдени орталық болды. Берке хан әуел бастан-ақ Ибн Арабшахтың сөзімен айтқанда, білімге, оқымысты атаулыға айрықша қамқорлық жасайды. Нәтижесінде сарай шаһары ғылым мен игілік ұйытқысына айналады. Аз уақытта астана байтаққа атақты ғалымдар, сөз шеберлері, өнер мен білім өкілдері көптеп жиналады. Ибн Баттутаның куәлігінше, бас шаһардағы аса ірі жұма мешітінің саны 13-ке жетіпті. Әдепкі мешіттер тіпті көп деген. Кейінгі қазба жұмыстары кезінде-ақ мешіт, көк мешіт, жасыл мешіт аталуға мүмкін, аса сәулетті құрылымдар іргесі айқындалған. Басқадай шағын мешіттер өз алдына. Әлбетте, атаулы мешіт жанынан кітапхана, мектеп, медреселер ашылады. Яғни исламнан соң жошылысының шегіндегі жалпы сауат біршама жоғары болған. Сол замандағы ғылым мен өнер, әдебиет тарабындағы ғұлама тұлғаларды айтпағанда, сарай тұрғындарының жиын саны 75 мың төңірегінде деп шамаланады. Сол заман үшін бұл да қисапсыз халық. Сонымен қатар, шаһар межесі тек қана құрылыс аудандарымен шектелмейді. Көшпенді жұрт қалаларында іргелі тұрғын үйлер киіз үйлі аймақпен жалғасқан. Мәселен, империя астанасы Қарақорым. Басқа мысалдарда көп. Күні бүгінде Моңғол ұлысында атаулы кенттермен қатар ел орталығы Ұлан Батырдың өзінің шеткері аудандарында тек қана киіз үйлерден құралған және қысы-жазы тұрақты көше кварталдар қаптап тұр. Бүгінде Сарай Беркенің орны Россия Астрахан облысы Қарабала ауданына қарасты Селитронно қыстағының атымен байланысты. Бұл шағын мекенде 19-20 ғасырлар шегінде селитра зауыты болған екен. Ол замандағы халық 5 мың. Совет тұсында да осы межеде. Қазіргі азып тозған Ресей шегіндегі басқа да шағын мекендер сияқты небары 2000-дай адам тұрады. Бір жақсысы, мұның тең жарымнан астамы қазақ. Еділдің төменгі ағысындағы қалашық. Ауылдардың тұрғын халық кейде таза, қазақ, кейде аралас. Сонымен қатар көпшілігі күн озған сайын қазақтанып келеді. Арада 40-50 жыл өтпей-ақ ата дәриямыз Еділдің ортағысынан етегіне дейінгі бүткіл сол жағалықта басым көпшілікке айналуымыз ақиқат. Осы орайда ежелгі астанамыздың үстінде тұрған қалашықта халқы өсіп, таза қазақ қонысына айналуға тиіс. Әзірше аз ғана алданыш. Атаулы Селитронно қыстағы ежелгі байтақ шаһардың орта тұсына тақау
жағалық беттегі еңселі тепсеңге орналасқан екен. Бұрынадан белгілі және кейінгі Баллоттың байыбынша бұл жерде бағзыда хан сарайы әм сәулетті жұма мешіті болған және бай еңселі тұрғын ғимараттар. Әрине шағын қыстақ орнардан көп бұрын түгелдей талқандалып, қызыл қыш кірпіштері Астрахан қаласының қорғаны мен шіркеу, әдеп үйлерінің құрылысына тасып әкетілген. Әйткенмен осы уақытқа дейін әрқилы алтынды қымбат бұйымдар, күміс ақшалар табылып жатады екен. Бұрнағы сәулет өнерінің жұқанасы, көкжасыл, сарғыш, шынарды кесектер мен әрқилы әсем өрнекті ыдыс-аяқ өз алдына. Өткен ғасырдағы А. Терещенкодан соң Баллот ескі жұрттың бас-аяғы әр тұсында бір айға жуық қазба жұмыстарын жасайды. Шаһардың жалпы тұрпатымен қатар әлденеше тұрғын үйдің орнын айғақтаған. Мұның біреуі ұзындығы 26 метр, көлденеңі 19 метрдей кең сарай екен. Енді біреуі кигіз үй кебінде дөңгелек, диаметрі 4 метрден астам, төбесі күмбезді, шағында болса әсем құрылым, орта дәулетті отбасы тұрағы саналған. Енді бір үй 2 бөлмелі екен. Төргі үлкенірек жарымының аумағы 6-4 метрлік, еденіне 6 бұрышты жұлдыз түріндегі қыш кірпіштер төселген. Үйдің қабырғалары емен ағашынан. Тағы бір үйдің аумағы 22-19 метр, 6 бөлмелі үлкен қонақ жайы 7-8 метрлік. Осындай ауқымды тағы бір тұрғын үйдің кең залында үйелер салқындайтын, шомылып сергейтін ағын суға жалғас бассейн бар екен. Бұл тұрғын үйлердің барлығы да кән аталатын жер пешпен жылытылады. Қазақтың біз көрген ішінара бүгінгі жеткен жал шұбалма пешінің орайына қарай жалпағынан бірақ еден астына салынған кейпі. Бұрма ұялар төменнен жылу беріп, ақыры бір бұрыштан жоғарғы моржа арқылы түтінін сыртқа шығарады. Хан ордасы, еңселі мешіт және басқа да мәнді ғимараттар күйдірілген шаршылы қызыл қыштан қаланып, іші мен сырты көк ала жасыл, әрқилы өрнекті, шыназ жағылған өлшемді шағын кесектермен қапталып, сұлуда сырлы кейіпке түседі. Қазіргі заманға жеткен көрнекті үлгілер Түркістандағы Әзірет Сұлтан, Самарқанд пен Бұқарадағы сәулетті құрылымдар. Бүгінгі заманғы тарихшы Алтын Орда қалалар туралы атаулы еңбек жазған В. Егоров осындай ғажайып ғимараттардың бірінің сипаттамасын жасаған. Қызыл қыштан қаланған зәулім үй тұпа-тура 30 бөлмеден тұрады. Ішкі қабырғалар алтынмен апталып, әсем өрнектелген, еден 6 бұрышты ою суретті кірпіштермен жабылыпты. Бай қоныс. Ал қарапайым Бұқара жалпы жұрттың тұрғын паналары әдепкі шикі қам кесектер немесе ағаш бөренелерден қаланады. Бұл да жылы әрі таза мекен жай. Әлбетте, кез келген тұрғын үйдің асты айтқанымыздай кән аталатын қатар-қатар бұрма, ең соңында бір бұрышта сыртқа түтін шығаратын тікелей моржасы бар жылу пештері және барлық үйде таза су келтіретін һәм жуынды мен дәрет нысандарын сыртқа шығаратын қыш құбырлар бар. Және бұл жекелік жағдай емес, жалпы жұртқа ортақ игілік. Күнделікті тұрмыстағы мұндай мәдениетке орысты қойш, әлемнің алды саналатын Батыс Еуропаның өзі 700 жылдан соң 19 ғасырда әрең жетті. Баллот және одан соңғы күні бүгінгі қазба жұмыстары мешіт, сарай, тұрғын үй, монша, жұқаналарымен қатар сол замандағы алдыңғы қатарлы өндіріс ошағы болған шаһар орнына металл қорытатын горон пеш, құрылысқа қажетті қызыл кірпіш, қыш құбырлар, керамикалық үлкенді-кішілі тұрмыстық бұйымдар, ыдыс-аяқ дайындайтын әрқилы сипаттағы құрылғылар тауыпты және сауыт сайман, қару-жарақ шебер қаналарымен қатар шаруашылық пен күнделікті тұрмысқа қажетті балта, шапашот, ара, пышақ, күрек,
Ең аяғы темір шегелер жасайтын ұстаханалар өз алдына. Әр тұстағы қазбалардан бұдан басқа да заттық мұра жұрнақтары мен үлгілері көптеп ұшырасқан. Бұл қатарда сан қилы керамика нұсқалары таңғаларлық деп жазған В. Баллот. Үлкен құмыралар, шағын саптаяқтар, әр қилы кейіпті құмғандар, асаяқ пен кесе, дәленке, шамдал және басқа да тұрмыстық бұйымдар. Бұлардың көпшілігінің сырты көгілдір шыназбен сырланған және не түрлі ою-өрнекпен безендірілген, сондай-ақ шойын қазанының сынығы және мыс ожау кездескен. Осы аз ғана уақытта жиыны 2300 манат табылыпты. Бедері өшкен немесе ажыратылмағаны 780, қалған манаттың өзбек қан тұсында шыққаны 421, жәнібек қан тұсынан 169, Бердібектен 3, Бұлғақ кезеңінде таңбаланғаны 727, яғни 14-ші ықылымның 12-80 жылдар аралығы, тіпті бүлгіншілік кезең, бүткіл ғасыр шегінде сарай әкімшілік орталық қана емес, экономикалық ұйытқы қызметінде атқарды деген сөз. Арадан күні бүгінге дейін жинақтап келгенде байтақ Астананың ескі жұртынан 10-даған мың әрқилы теңге табылған. Гүлстан. Алтын Орданың сарайға тетелес екінші бір байтақ қаласы Гүлстан екен. Бар тарихта атағы дабылдап тұр. Халқы мол, қатынасы зор, аса ірі сауда және өндіріс орталығы болған. Бірақ таңғаларлық жағдай, осы соңғы жылдарға дейін әйгілі Гүлстанның орны табылмай келді. Тұспал деректері бар. Кейінгі ұрыста шартты түрде Сиарсковская Городище аталған әлдебір ескі шаһардың маңайы. Қайткенде табан тірер айғағы көрінбейді. Ал осы ерекше нысанның өзі сол жұмбақты Гүлстан болуға мүмкін деген ой ешкімнің басына келмеген. Өйткені 19 ғасырдағы орыс қылымында бұл қадым қала, жаңа сарай, сарай әл-Жәдид деп жарияланып қойған. Сондықтан тақау төңіректегі шамасы 5-10 үйден тұратын әлдебір қоныс орны Гүлстан деп танылады. Ескілікті шаһардың атағы дүрілдеп тұр. Маңызды манат орталықтар және ақша атаулы үлкен қалалар есіммен байланысты. Тек Гүлстан манат сарайы ғана әлдебір шағын ауылда орналасқан. Ақыры орыс ғалымы Волгараттық Евстратов тарихи деректер және нумизматикалық зерттеулер нәтижесінде 1997 жылы төтенше түйін жасайды. Сиарсковское Городище деп жүргеніміз жаңа сарай емес, Гүлстан қаласы. Ал шын мәнісіндегі жаңа сарай қазіргі Селитронное қыстағының түбіндегі байтақ шаһардың орны. Дәлелді дәйекті ғылыми қауым бірден ақ қабылдаған түйінді пікір. Осы жаңаша танымға орай Евстратов тағы бір көлденең пікір айтыпты. Алтын Орда шегінде ешқашан екі сарай болған жоқ. Әуелгі деп саналған сарай Әл-Махрусада, одан соңғы Астана саналған сарай әл-Жәдидте бір-ақ шаһар. Тәрізі тарихи деректерде Жошы ұлысының бірде Бату ұлысы, енді бірде Берке, одан соңғы заманда Өзбек ұлысы деп атала бергеніне орай туындаған жағдаят деп санаса керек. Қисынды. Бұл тосын пікірде бір шама қолдау тапты. Әйткенмен арада жыл өтпей жаңа бір байлам туындады. Аса дарынды жас ғалым археолог Пачалов нақты қазба жұмыстарының нәтижесінде әуелгі сарай Бату, қазіргі Красный Яр селенінің астында қалған көне шаһар деген қорытынды жасайды. Ең төменгі мәдени қатпар 13 ғасырға сәйкес еді және осы өңірдегі бірден бір дерлік жағдаят, сонымен бәрі де өз орнына қойылған сияқты. Сарай Бату Бозан жағасындағы Қызылжарда, сарай Берке Ақтуа бойындағы Селитронно қыстағы мен тақау төңірегі, ал үшінші сарай деген ешбір деректе жоқ. Яғни күні бүгінге дейін орны табылмай келген әйгілі Гүлстан қазіргі Волгоград
қаласының түстік беті 70 шақырым жерде. Ендігі Сиарьев қыстағының іргесінде жатқан Сиарьковская городище басқаша қисыны да жоқ. Бір замандағы байтақ шаһар, халқы жиын, аса ірі өндіріс ошағы, Еділ дарияның орта тұсы, әм Жошы ұлысының ұйытқы жері. Бар жағынан ұтымды, қолайлы. Алайда төмендегі сарай тұрғанда Астана болуға аз-маз шеткері, негізгі керуен жолдарынан бір шама қиғаш. Әйткенмен барлық уақытта ұлыстың мәдени өмірі, шаруашылық жағдайы және ел ұйытқысы ретінде айрықша қызмет атқарған. Гүлістан орыс ғылымының назарына алдыңғы қатарда ілінеді. Әуелде жаңа сарай деп танылған, енді Царьковское городище аталып тұрған бір кездегі ғажайып әрі байтақ шаһардың ескі жұртында 17 ғасырдан бастап жалғас замандарда ондаған оқымысты тарихшы, археолог, саяхатшылар болған. Арыда Ж. Пери, И. Фалк, И. Георгий, И. Паллас, соңында В. Тизенгаузен бәрі де таңырқаған. Тиесілі куәлік жасап, кейбірі азды көпті үстірт жазбалар қалдырған. Ал 1842 жылы полковник Н. Тетеревников алғаш рет ескі жұрттың топографиялық картасын таңбаға түсіреді. Шаһардың бай-бағландар тұратын орталық ауданы 75 кварталға бөлінген екен. Әр қайсында құрамды 20 үйден жиыны 1500, сыртқары жағында 1000 әдепкі тұрғын үй. Сондай-ақ 1843-1851 жылдары археолог, этнограф А. Терешенко біршама дәйекті қазба жұмыстарын жүргізген еді. Ескілікті шаһардың тұрған жері мен аумағын анықтап, көптеген заттық айғақтар тауып, ақыры бұл баяғы Алтын Орданың ең елеулі қалаларының бірі деген қорытынды жасайды. Енді арада біршама уақыт өткен соң 1922 жылы жаз айларында латыш-текті орыс ғалымы профессор П. Баллоттың зерттеу нысанына айналған. В. Баллот өзінен бұрынғы А. Терещенконың ізімен қаншама нақты деректер табады. Қаланың Ақтұба арнасын бойлаған ұзындығы 13 километр, ені 4 километрден астам. Сонда жалпы ауданы 55 шақырым километр шамасында. Бұрнағы А. Терешенко өлшеміне қарайлас. Алтын Орда қалаларын зерттеген қазіргі заман тарихшысы В. Егоровтың байыбынша шаһардың жалпы аумағы әуелде бұдан әлде қайда артық болған. Бұлғақ кезінде тұрғызылған үйінді мен ор ішіндегі орталық бөліктің өзінің аумағы 2 шаршы шақырымда екен. Алтын Орданың кемеліне келіп тұрған шағында мейлінше өркендеген, сол заманның үлкен мегаполисі. Астана сарай беркеден кейінгі екінші шаһар. Ұлан-ғайыр қала 1395 жылы Ақсақ Темірдің шабуылынан соң бір жола қираған. Ибн Арабшах қаланың ғұмыры небары 63 жылға созылды депті. Яғни алғаш рет 1332 жылы бой көтерген. Өзбек ханның тұсында. Әуелгі ұйытқы дәулетті алпауыттардың қызыл кірпіштен қаланған кең көлемді үй-жайы мен бау-бақша телімі болған. Бұдан әрі қаулап өсіп, тезінен өркендейді. Көп ұзамай-ақ байтақ шаһарға айналады. Ұлыстың орталық күре тамыры Еділ дариясының алқабы және тұрған орны орыс еліне жақын. Соған орай терістік Еуропамен де тығыз байланысты үлкен сауда орталығы. Әлбетте, Еділдің етегі мен шығыс дәштіге қатынаста жолға қойылады. Яғни қай тұрғыдан алғанда елдің тұрмыс ахуалы, тіршілігі мен экономикасына елеулі қызмет атқарған. Гүлістан жерін қайына байланысты көп ретте сарай беркеден өзгеше. Негізінен Ақтұбаның жақын жағалауында тұрған, шығыс тарапта тақтайдай жазық қырат құласатын шаһар көшелері рет-ретімен кейде бұрма, көбіне көп кеңіс екен. Бір ерекшелік суға бай, Ақтұбадан жырылып шыққан, әлдеқалай ескі атауы сақталған Қалғұты
және кейінде Сиарскоопка аталған шағын өзендер ағымымен қатар арнайы тартылған айқыш-ұйқыш тоғандар және жасанды көлшік, тағы қаншама тоспа бассейн бар. Тәрізі ыстық жаз күндерінде қала тұрғындар шомылатын, салқындайтын мұндай бассейндердің бірінің ұзындығы 72 метрдей, ені 57 метр екен. Үлкенді кішілі тұрғын үй атаулыға таза су келтіретін және кірмен жуындыны қайтаратын құбырлар тартылғаны айтпаса да түсінікті. Яғни жергілікті жұртқа сол заманның бар жағдай жасалған. Үлкенді кішілі әлденеше үйдің орны ашылған екен. Соның бірінің албары 85-те 64 метр, орталықтағы тұрғын ғимаратының аумағы 43-те 18 метр шамасында. Еденіне 6 бұрыш өрнекті кірпіштер төселген, ал қиранды қабырғалар өз кезінде түрлі түсті мозаикамен безендірілген екен. Құрылыстың қақ ортасында дөңгелек жозы сақталып қалыпты. Диаметрі 2 метрге тақау, биіктігі 72 сантиметр. Столдың беті түрлі түсті құрама мозаикамен өрнектелген. Тағы бір тұстағы ғимараттың көлемі 43-те 18 метр. Бұл да бай тұрақ. Шаһар шегінде сәулетті мешіттермен қатар, кен қорытатын, қыш күйдіретін арнайы горон пештермен қатар, әрқилы кәсіптік шеберхана орындары табылып жатуы табиғи жағдай. Әлбетте, ежелгі шаһардың қай тұсынан болмасын, көгалаш шыназ қапталған, әрқилы түсті өрнектерімен әшекейленген арнайы кесектермен кірпіш және ыдыс-аяқтардың сырлы сынықтары көптеп ұшырасқан. Ал бұрнағы құрылыс атаулы, оның ішінде сәулетті ғимараттардың қыш кірпіштер түгелдей тасылып әкеткені және бұл жергілікті жұртқа қажетті дүниелердің әлі де тонауға түсіп жатуы айтпаса да түсінікті. Орыстың империялық санадағы өрісі тар, пасық, топас тарихшылардың қалыпты қағидатынан мүлде басқа тараптағы өткен ұлы мемлекеттің шын мәнісіндегі заттық, мәдени, рухани биігі туралы мүлде жаңа бір ұғымға тоқтаған профессор В. Баллот, ғажайып екі шаһар сарай Беркемен анық Гүлстан шегінде жүргізген дәйекті археологиялық жұмыстарынан соң жаңа ескі сарайдағы сырты шыназбен қапталған әсем ою-өрнектерімен безендірілген тұрғын үйлер мен ғимараттар қандай сәулетті көрінер еді. Алтын Орданың мәдени орталығы болған сарай шаһары, ондағы заводтар мен шеберханалар, су жүйесі, осынау қалалардың құрылысы, тұрғын үйлердің әсем жабдықталуы, тіршілікке қолайлы барлық жағдайы, жылу жүйесі мен айрықша тазалығы андағайлап тұр. Алтын Орданың ескілікті қалаларында атқарылған қазба жұмыстары бұл халықтың осы уақытқа дейін беймәлім және мүлде теріс байыпталып келген мәдениеті мен өнерін жете тануға септеспек дейді. Адал ниетті, үлкен оқымыстының көзбен көріп нақты тәжірибе және білімдер парасатпен кәміл таныған ақиқат пікірі. Бұл 1923 жыл Советтің қызыл фашизмі әлі де аяқ қолын жинай алмай жатқан мезгіл. Көп ұзамай мұндай ежелгі империялық саясатпен қабыспай жатқан ендігі танымға да қайшы ғылыми пікір теріске шығарылады. Профессор Баллот Алтын Орданы жойдақсыз дәріптеп жіберіпті. Жыртқыш, жабайы, қанішер, хайуан жұртта мәдениет атаулының жұқанасы да болуға мүмкін емес. Осы екпінмен советтік 70 жыл өтті. Енді амал жоқ, басқаша айтып жатырмыз.